Қайырлы кеш, ардақты ән сүйер қауым. Кеш жарық қадірменді көрермендер. Жүрегі ән деп соққан, өмір жолын әуенмен әрлеп, саз бен сәндеуді мұрат тұтқан ерекше өнер адамның ән мерекесіне қош келдіңіздер. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деп Шәкәрім бабамыз айтқандай, бүгінгі ән кеші басқа кештерден өзгерек. Ендеше бүгінгі күні сахна төрінде өздеріңізбен жүздесетін, ән айдында әсем саздар мен аққу боп қалықтайтын ұлтымыздың бір туар дарынды қызы, Әнші, сырнайшы, композитор, Қыздар педагогикалық университетінің профессоры Ағайша Исағұлованың ән кешіне қош келдіңіздер. Мен қазақтың екі-ақ қызын білемін. Біріншісі Хафиза Абуғалиева аккордеонмен ән салушы еді. Екіншісі қарындасым Ағайша баянда ойнап ән айтады. Бұл қыздар елімізге келген бір туар таланттар. Бұл Дінмұхамед Қонаевтың ұлтымыздың дарынды қызына деген ыстық ықыласынан туған жүрек жарды лебізі еді. Иә, 48 жыл бойы ұстаздық қызметтен қол үзбей жүріп, қазақ өнерінің қорына әуенді, мағыналы, жүрек тербететін 50-ден астам асыл әндермен толықтыра білген білім берушінің үздігі,
Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, Алматы облысы Ескелді ауданының құрметті азаматы, әнші сазгер Ағайша Исағұлованы қошеметпен, құрметпен сахна төріне шақырамыз. қарсы алыңыздар. Алатаумен сырласқан ысты бөлдек, тарихты айтса тулайды қайша жүрек. Тура жол деп атаған іргелінді, бабаларым белсенді құрыш білек. Тура жол деп атаған іргелінді, бабаларым белсенді құрыш білек. Асыл ақсай қырғауыл қара суың, ат қойып бабаларым тіккен туын. Көксай менен алға бас кемер тоған, көгізекпен боралдай айтар жырым. Көксай менен алға бас кемер тоған, көгізекпен боралдай айтар жырым. Оймасақ пен таумасақ қаралабақ, көн атаулар ұмытылмас бізге сабақ. Қалқаман бамырап жары жеті суым, ауылым таңға жайып әнім болмақ. Қалқаман бамырап жары жеті суым, ауылым таңға жайып әнім болмақ. Алатаумен сырласқан ысты бөлдек, тарихты айтса тулайды тайша жүрек. Тура жол деп атаған іргелінді, бабаларым белсенді құрыш білек. Тура жол деп атаған іргелінді, бабаларым белсенді құрыш білек. Тура жол деп атаған іргелінді, бабаларым белсенді құрыш білек. Бабаларым белсенді құрыш білек, бабаларым белсенді.  белсенді құрыш білек.
жағасында. Іздесең сендей жұмақ табарсың ба? Екпінді мың таранған гүл қоранған, алма бақ жасыл желек саясында. Ауылым кіндік кескен туған жерім, дөң қара биігіне шығарым едім. Қусағым ерке қыздай сылаң қаға, сыңғырлай әсем күлген бұран белі. Екпіндің туған ауылым, бақ қоранған аруым, кәусардай мөлдір ауасы, ембір жанымның сипады ауасы. Ауылым сені, екпіндім сені сағындым. Ауылым сені, екпіндім сені сағындым. Көңілім таусуындай тасып өтті, көргенде туған жерді қасиетті. Ауылым анамдайсың, алаңдайсың, өзіңе осы әнімді шашу еттім. Екпіндің туған ауылым, бақ қоранған аруым, кәусардай мөлдір ауасы, ембір жанымның шипады ауасы. Ауылым сені, екпіндім сені сағындым. Ауылым сені, екпіндім сені сағындым. Екпіндің туған ауылым, бақ қоранған аруым, кәусардай мөлдір ауасы, ембір жанымның шипады ауасы. Ауылым сені, екпіндім сені сағындым. Екпіндің туған ауылым, бақ қоранған аруым, кәусардай мөлдір ауасы, ембір жанымның шипады ауасы. Ауылым сені, екпіндім сені сағындым. Ауылым сені, екпіндім сені сағындым. Сырбаз мінез, салиқалы, салмақты, бар ғұмырын жақсылыққа арнапты. Елін сүйген, жерін сүйген ақ жүрек, асыл туған азаматым ардақты. Нұрын құйған санаға
киелі жетісу өңірінің тумасы Ағайша Исағұлова шығармашылығы егіз ілімді, ғылым мен өнерді қамтыған екен. Шығармашылығының бастау көзі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының музыка педагогика факультетінің қабырғасында білім алып жүрген кезінен ашылыпты. Студенттік жылдарды артқа тастап, ұстаздық қызметінде осы қасиетті қара шаңырақта жалғастырған Ағайша Шермұхамбет қызының 1967 жылы бастаған ұстаздық қызметі әлі де өз жалғасын табуда. Ал бойында тұнып тұрған таланты жылдар ағымында шыңдалған үстіне шыңдала берген еді. Айгүл квартетті алғашқы ұйымдастырушыларының бірі ретінде бастаған алғашқы әншілік қадамы Ағайша апайымызға көптеген халықаралық республикалық байқауларға жетелеген жолдамадай болғандай. Сазгерлік қыры өз алдына әрі ұстаз, әрі әнші, әрі ғалым Ағайша Исағұлова бүгінде 70 жаста. Ендеше өз кәсібінің 5 аспабы, жаны жайсаң, жүрегі ән, өнер иесінің келесі әнін қабыл алыңыздар. Байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқым жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Ғажап қой сұлу көктем жазың әні, тыңдарсың ән жүректің сазын әлі. Шіркіні жер жетпейді бір өзіңе, ойнауың тұнған байлық қазыналы. Жасампаз шөледім, өзіңсің ғажабыстан, өсиет ораным, отаным Қазақстан. Сен жеткен ата-анам ғажап едің, әспеттеп көркем тілмен жазар едің. Болашақ ұрпағыңның бақыты үшін жайнай бер ұлы отаным қазақ елім. Жасампаз жүренім, өзіңсің ғажабыстан, өсиет ораным, отаным Қазақстан. Жасампаз жүренім, өзіңсің ғажабыстан, өсиет ораным, отаным Қазақстан. 1967 жылы 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 1967 жылы
менің жерүйім. Әнімде талды қорған, сәнімде талды қорған, қарасам көз тоймайды ару қалың. Еліңнен айналайын, жеріңнен айналайын, тағдырымсың, бақ жырымсың.
Халыққа күлкі боларсың, сөйлесең білмей шамаңды. Ақырын жүріп анық бас, сүрініп кетсең жаманды. Тоқтысын тайдай бұлдаған, санама досқа сараңды. Қолқының ғана ұлы боп, өткізген өмір харамды. Бауырға жетер жақын жоқ, сыйлайда жүргін ағаңды. Ағайын керек адамға, суытып алма араңды. Ағайын керек адамға, суытып алма араңды. Қияға ұшар қырғаның, қапысыз баптап алаңды. Өнеге көрмей өскен ұл, өзіңнің жыртар жағаңды. Сырыңды айтпа дос санап, бетіңе күлген жаманды. Күн түскенде басыңа, сыртыңнан болдар бағаңды. Танымай кетер құдайын, қолпаштап қойсан адамды. Жақсы сөз емдеп жазады, жүрекке түскен жараңды. Жақсы сөз емдеп жазады, жүрекке түскен жараңды. Адаспау үшін жол сілтер, жұлдыз бар түнде қараңғы. Кереметі шексіз Алланың, қозғасаң бір сәт санаңды. Айыра білсін пендем деп, адал менен харамды. Бақылап тұрған жаратқан, 18 мың ғаламды. Халықтан алғыс жинаған, өткендер күтер дұғаңды. Түбінде есеп берерсің, ұмыта көрме Алланы. Халықтан алғыс жинаған, өткендер күтер дұғаңды. Түбінде есеп берерсің, ұмыта көрме Алланы. Түбінде есеп берерсің, ұмыта көрме Алланы. Түбінде есеп берерсің, ұмыта көрме Алланы. Бекер тұрмай бір жерде
аулаған уақыт шегі білінбеген. Жолдасым жан серігім жасыл қайың, өзіңе жетуге мен асығамын. Тізіліп қарашане келе жатыр, құстар да саған деген салып әнін. Қиялмен
Кеш авторы Ағайша Исағұлованың шығармашылығына тағы бір көз жүгірсек дейміз. 2001 жылы республикалық жаңа ғасырға жаңа ән байқауында гран-при жүлдегері. Сол жылы халықаралық татар әндері фестивалінің дипломанты. Республикалық аталар тағылымы сазгерлер байқауының 1-ші орын жүлдегері атанды. Осындай үлкен жетістіктері бар Ағайша апайымыздың баян аспабымен өзін-өзі сүйемелдеп ән орындау мәнері шығармашылығының басты қырларының бірі. Sayında sandığa şıkkan salgıda Tabiğat kamaşılıp tansınғанда Келеркен өзің көрген алматыңа ағию ұлытаудан жар салғанда Келеркен бақшаға онға, келеркен Алатауға. Көктөбе айналамен сырласуда, сырласып сенде жаным жыр қасымда. Келеркен би билейік, таң алдында тең болып, бір күніміз бір ғасырға. Келеркен бақшаға онға, келеркен
Ағайша Исағұлова әнші сазгер ғана емес, білікті ұстаз. Жекелеген шәкірт тәрбиелеп қана қоймай, жалпы студент жастар өмірінде де үлгі боларлықтай іс-шаралардың жетекшісі, ұйымдастырушысы да бола білген. Институттың Селбек Исаев атындағы өнер жастан студенттер опера театрын Қазақстанның мәдениет қайраткері профессор ұстаз Галина Қарымолдаевамен бірге ұйымдастырды. Қыз жібек, Біржан Сара, Абай, Травиатта, Сильва опералық қойылымдарын студенттермен сахнаға алып шыққаны баршаңызға аян. Ағайша Шермұхамбет қызының жүздеген шәкірттері еліміздің әр түкпірінде өнер білімі салаларының белсенді майталмандары. Солардың бірі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, педагогика ғылымдарының кандидаты, белгілі әнші композитор Гүлнұр Өмірбаева. Мөлдіреген саңғырлау ақ бұлағы, арнасында шипа боп ақты нәрін ерке бұлақ. Тамылжыған табиғат аясында қасиеттің бар ғажап бақтырағым мерке бұлақ. Мерке бұлақ, гүл жайнаған ерке қора, бойға қайрат күш беретін
атқан алтын арай таңы менен, сүйсінткен жан баураған сәні менен, Көкшетау жеті сумен жалғасып тұр. Бір жан салақын сара, бір жан салақын сара, бір жан салақын сара әні менен. Балқаштың ғашық болып ақ түніне, әленің әуен қосып тәтті түніне, оралған 80 көлден аққу қаздар салады өкілі бір ай күнне. Оралған 80 көлден аққу қаздар салады өкілі бір ай күнне. Тойлауыл сырым беттің саласында, көз салсаң оза тартқан қарасынға, құлагер шауып жүрген секілденер. Көкшемен шеті судың, көкшемен шеті судың, көкшемен шеті судың арасында. Балқаштың ғашық болып ақ түніне, әленің әуен қосып тәтті түніне. Оралған 80 көлден аққу қаздар салады өкілі бір ай күнне. Оралған 80 көлден аққу қаздар салады өкілі бір ай күнне. Жаңғырса ақан сері арман әні, есінен бар қазақтың қалмағаны. Ақындық құлагері Ілиястың дарысын ел мен елде, дарысын ел мен елде, дарысын ел мен елде жалғағаны. Балқаштың ғашық болып ақ түніне, әленің әуен қосып тәтті түніне. Оралған 80 көлден аққу қаздар салады өкілі бір ай күнне. Балқаштың ғашық болып ақ түніне, әленің әуен қосып тәтті түніне. Оралған 80 көлден аққу қаздар салады өкілі бір ай күнне. Оралған 80 көлден аққу қаздар салады өкілі бір ай күнне. Салады өкілі бір ай